Сәлеметсіздер ме қыздар, сіздермен бірге Шебер Гүлназ. Бүгінгі видео өте қысқадан нұсқа болмақ. Бұл бізде Epson L800 принтерінің памперсынан трубкасын шығарып қоямыз. Біраз уақыт өткеннен кейін, қолданыстан кейін бұл бізде памперсы толып қалады. Ол үшін принтерді арт жағына қаратсаңыздар, мынандай кішкентай төрт бұрышты мынандай ашылатын жері бар. Бұл бізде памперсқа апаратын трубка қосып тұрған самый қысқа жол. Осы жерден артын ашамыз. Міне бүйтіп артын ақырын ашып тастасаңыздар, міне трубка тұр. Осы трубкаға біз қазір системасының шлангасын жалғап, бөлек бутылекқа шығарып қоямыз. Бұдан кішкене үлкенде 30-қа шығарып қойсаңыздар болады. Пока мен осы қолымда бар, осы кішкентай ғана бутылкаға шығарам. Бұның өзі толу үшін біраз уақыт кетеді. Сондықтан да менде пока осындай кішкентай бутылка тұратын болады. Бас жағындағы инесін алып тастаймыз. Системамыздың. И так, мен маған жетіп тұратындай қысқа етіп қиып аламын. Системамыз осылай қиып алғаннан кейін жақтарын артық жерлерін бәрін алып тастаймыз. Так. Енді мынау бізде неге кетіп тұрған? Памперсқа кетіп тұрған трубкасы. Осыны ақырын шығарып аласыздар. Сөйтіп, мына жіңішке жағын осы трубканың былайынан ішіне кіргізіп қоясыздар. Так, міне кірді трубканың ішіне. Екінші жағын так мынаны алып тастасақ болады. Екінші жағын былай бутылкамыздың ішіне кіргізіп қоямыз. Бутылканың сәл принтерден төмен тұрғаны дұрыс, чтоб мынау краска бутылкаға оңай келіп түсу үшін. Себебі мынау қатты биік тұратын болса, краска көтеріле алмай, қайтадан головкасына көтеріліп кетеді. Болды, осымен біз принтердің памперсқа кетіп тұрған трубкасын шығарып қойдық. Сіздер де осылай видеоны көрген сәтте бірден памперстің трубкасын осылай шығарып тастаңыздар. Сол кезде кейін памперс толып қалды, памперс ауыстыру керек, программасын сброс жасау керек деген сияқты проблемалар болмайды. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырыңыздар және маған тіркелуді ұмытпаңыздар, қыздар.